Өнер музейінің кіші залында сәулетші суретші Василий Витальевич Белков Өскемен қаласының 300 жылдығына арналған Амаркорд көрмесін көпшілікке ұсынып отыр. Көрмедегі бұл туындылардың барлығы силуэт стилінде жазылуымен ерекшеленеді. Суретші сәулетші плакаттық кескіндеменің шебері Василий Витальевич Белков 1953 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Қазақстандағы көркем фотосуреттің негізін қалаушылардың бірі әкесі оны пластикалық кескіндермен ойлауды үйретті. Алматыдағы пионерлер үйінде бірінші иза студиядан білім алып, кейін Өскемен қаласының Құрылыс жол институтының сәулет факультетінде оқып, Мәскеу қаласынан аспирантураны бітірген. Қазіргі таңда Василий Витальевич қаламыздың түрлі оқу орындарында сәулет пәндерінен сабақ береді. Амаркорд көрмесі автордың тағы бір өзгешелі қыры болып табылады. Экспозицияда портреттік және сюжеттік жанрда 318 силуэт ұсынылды. Ежелгі аңыздарда біздің аймақта сақтардың алтынын қорғайтын грифондар өмір сүрген деп айтылады. Суретші ежелгі мифтерді көрнекі түрде жүзеге асырып, өзінің мифтік шығармашылығын туған қаласына арнады. Иреннің қақ ортасына жайылған қаланың мифтік бейнесі ешкімді де бейжай қалдырмасы анық. Көрмеде Белков сәулетші ретінде Өскемен қаласының өндірісіне айналған бірегей ғарыштық технологиясының инсталляциясын ұсынған. Ғаламшардың үстінде жүзіп келе жатқан ғарыш кемесі инсталляцияның негізгі бөлігі болып табылады. Қайық кемесі орналасқан баннердегі жердің ғарыштағы бейнесі айнала қойылған 12 тас қаланың мифтік көрінісін береді. Ондағы жайылған плакатта галактиканың кішкентай бір бөлшегі біз өмір сүретін жердің жарты сұлбасы мен аспан көрсетілген. Әр ауданнан арнайы әкеліп көрмеге қойылған тастардың жанында сол ауданның аты жазылған. Суретшінің ойынша, ол арқылы көрермен өзінің таныс қала көшелерін есін алса, тастар өзінің мифтік қызметін атқарғаны болып табылады. Сол сияқты көрме тақырыбына себепкер болған, қаланың қалыптасуына үлес қосқан әрбір адам тарих тақтасында өз орнын алатынын айтқысы келеді. Суретші көрменің атауын 30 жылдардағы қала тұрғындарының өмірін сипаттайтын Федерико Феллиннің фильмінің негізінде естеліктер деп атаған. Өскеменде 40 жыл өмір сүрген суретшінің ойы бойынша, қала тарихы бұл ең алдымен оны құрған адамдармен байланысты. Суретші өз жақындарының мүсіндік портреттер жинағын жасады. Олай болуы Белков Василий Витальевичтің сәулет өнерінің маманы болуымен тығыз байланысты. Көрмедегі көп жұмыстар қала құрылымының өзіндік қалыптасуына үлес қосқан адамдарды бейнелейді. Суретшінің жақындары, әкесі, анасы, балалары туралы жеке сюжеттер бұл отбасының осы саланың кәсіби мамандары екендігін көрсетеді. Әке ізін жалғаған автордың өмір жолы түбегейлі сурет өнері мен сәулет өнерін қатар алып жүруге ықпал етті. Өскемен Құрылыс жол институтының сәулет факультетінде оқып жүрген студенттік жылдарын, кейіндері архитектура саласында қызмет етіп, жоғары оқу орындары мен балалар көркем сурет мектебінде сәулет және дизайн кафедраларында оқытушылық қызмет атқарған кезіндегі әріптестері, пікірлестері, зиялы қауым өкілдері, студенттері және жақын адамдарының силуэт стилінде бейнелері болашақтың жарқын естелігі болып қалады. Әсіресе архитектура ғылымдарының докторы профессор Сидоров Анатолий Константинович көрмеде бейнелер арасынан ерекшеленіп тұр. 1986 жылдан жаңадан ұйымдастырылған Өскемен Құрылыс жол институтының ректор қызметін атқарған. Ол қаланың көптеген аудандарының архитектуралық жобаларын жасап, осы салада майталман сәулетші мамандардың өсуіне ықпал етті. Соның бірегей жобасы қазіргі студенттер қалашығы. Ол автордың ұстазы. Өмірінде ерекше орын алатын адам болғандықтан көрме төрінен орын алды. Сонымен қатар бұл көрмеде автор өз өмір жолындағы кейбір қызықты сәттер мен жақын адамдардың шынайы бейнесін шаржы арқылы әзілдеудің де шебері екенін көрсетеді. Ал көрмедегі бұдан басқа туындыларда көрсетілген адамдар бейнесі бізге беймәлім болғанымен, автор үшін керемет естеліктер.
Сол себепті музей қызметкерлерінің силуеттік бейнелері де автор үшін естелік болып қаламынан шыққан ғажайып туындыларға айналды. Бұл өнер музейіндегі суретшінің 3-ші көрмесі. Оның әрбір экспозициясы көрермендерді тақырыптың стильді берілуімен және жұмыстың жоғары кәсіпқойлығымен таңғалдырады. Назарларыңызға рахмет.